Армысыз ардақтағы айын, аптаның ең айшықты деген оқиғаларын өздеріңізге жеткізуге дайынбыз. Ендеше назар сізден, талдау бізден болсын. Ал біздің ашық ақпарат таратып, саяси маңызды мәселелерді көтеруіміз тек сіздердің қолдауларыңыздың арқасында екенін атап өткім келеді. Сондықтан Улус Медиа қатарына қосылыңыздар, аямай лайк басыңыздар, пікір қалдырыңыздар. Украина жеңілді ме? Зеленский Донбасс пен Қырымды Ресейдікі деп мойындай ала ма? Бұл елдің ендігі тағдыры не болмақ? Жерінен айырылса, Украина қалай аяққа тұрады? ақш пен Қытай ойынын қалай түсінуге болады? Армения премьер-министрі Пашинян Астанаға не үшін келді? Зангезур дәлізі іске қосылса, орталық Азияда не өзгереді? Ресейдің ықпалынан қалайда арыла аламыз ба? Түркістандағы бір әулетті жалмаған өрт жай ғана оқыс оқиға ма? 9 баланың өліміне кінәлі кім? Биліктің жыл сайынғы рейдтері неге нәтиже бермеді? Бейбіт өмірде бала-шағасымен тірідей өртеніп жатқан халықтың мәселесін қалай шешуге болады? Да вы что деп мысқылдаған қорғаныс министрі ата-аналардың жанайқайын естімеген бе? Сарбаздар өлсе де неге нақты жауап жоқ? Әскердегі өлімді кім тоқтатады? Генералдардың жауабы неге мардымсыз? Бұл басынғандық па, әлде тәкаппарлық па? Северный казахпын деп елді шулатқан ресейшіл блогер 3 жыл 9 айға сотталды. Жаза әділ ме? Ал Тимотиға бойкот жариялаған блогерді жазалау дұрыс па? Билік бойкот пен өшпенділікті ажырата ма? Назарбаев тоқалының ағасы Айдос Есполов ұсталды. Әйгілі экспресінің шындығы шыға ма? Бәрін тарқатып айтып береміз, бізбен бірге болыңыздар. Украина қазір үлкен таңдау алдында тұр. Бүкіл әлем назары сол жақта. Президент Владимир Зеленский ақштың бейбітшілік жоспарын Дональд Трамппен талқыламас бұрын Украина халқына үндеу жасады. Зеленскийдің бейне хабарламасы президент кеңсесінің әлеуметтік желідегі парақшаларында жарияланды. Қазір тарихымыздағы ең ауыр кезеңнің бірі. Украина өте қиын таңдау алдында тұруы мүмкін. Абыройынан айырылу, немесе басты серіктесінен айырылу қаупі. 28 талапқа көну, немесе сұрапыл қыспен, одан кейінгі қауіп-қатерге бетпе-бет келу. Бұл еркіндіктен, адамдық қадір қасиеттен, әділдіктен айырылған өмір болмақ. Оған қоса бізге 2 рет шабуыл жасағандарға қайтадан сену керек болады. Біз әрине болаттай мықтымыз, бірақ ең берік металдың өзі бір күні шыдамай сынуы мүмкін. Мұны ұмытпаңыздар. Украинаны қолдаңыздар, халқымызды қолдаңыздар. Яғни әділдік пен еркіндікті қолдаңыздар. Мен барлық украиндықтарға үндеу жасаймын. Өз-өзімізді қолға алып, біріккеніміз жөн. Ұрыс керіспен, жанжалмен, саяси ойындармен айналысуды тоқтату керек. Келесі апта өте ауыр болады. Тарихи оқиғаларға толы болмақ. Ол бұл жоспарда ақш-пен және Еуропамен талқылауға, дәлелдер келтіруге және балама нұсқалар ұсынуға дайын екенін атап өтті. Айта кетейік, Трамп пен Путин Украинадағы соғысты тоқтату үшін жоспар әзірлеген. Бақтағы ақпаратқа сүйенсек, ол 28 тармақтан тұрады және 4 бағытты қамтиды. Украинадағы соғысты тоқтату, қауіпсіздік кепілдіктері, Еуропадағы тұрақтылықты нығайту және ақштың Ресеймен және Киевпен болашақ қатынастарын құру. Америкалық басылымдардың жазуынша, ақштың жоспары Киевке жерінің біраз бөлігінен және қару-жарақ түрлерінен бас тартуға көнуді ұсынады. Трамптың ойынша, Украина Донбасс аймағын Ресейге беріп, әскері мен қаруын азайтуы тиіс. Оған қоса, Украина жеріне НАТО әскері орналастырмайды және Киев енді алысқа ұшатын ракеталарды алмайды. ақш пен Еуропа елдері Донбасс пен Қырымды Ресейдікі деп мойындайды деген талап бар деп жазды. Сондай-ақ Луганск, Донецк аймақтары Ресейдікі болып қалады. Ал Херсон мен Запорожье
уже қазіргі күйінде бөлінуі тиіс. Украина НАТОға кірмеуі керек, бірақ Еуроодаққа қосыла алады. Ресейдің бұғатталған 100 миллиард доллар активі Украинаны қалпына келтіруге жұмсалады. Көптеген сарапшылар бұл жоспар негізінен Ресейдің жыл басынан бері айтып келе жатқан талаптарымен үндес. Украина мүддесі мүлдем қамтылмаған деп сынап жатыр. Украинаның Біріккен ұлттар ұйымы жанындағы тұрақты өкілінің орынбасары Кристина Гаевашин келісімнің тармақтарына пікір білдіріп, керісінше Ресейді артқа шегінуге түрлі жолдармен мәжбүрлеу керек деген ой айтты. Біздің жеріміз сатылмайды. Украина өзін-өзі қорғау құқығына, немесе біздің қарулы күштеріміздің көлемі мен мүмкіндіктеріне қатысты ешқандай шектеулерге жол бермейді. Біз егемендігімізді қол сұғушылыққа, соның ішінде өзіміз қосылғымыз келетін альянстарды таңдауға қатысты егеменді құқығымызға жол бермейміз. Кез келген бірлескен бейбіт процесте мына іргелі қағида сақталуы керек. Украинаға қатысты ешбір шешім Украинасыз қабылданбауы тиіс, және Еуропаға қатысты ешбір шешім Еуропасыз қабылданбауы тиіс. Бұл соғысты аяқтаудың тек бір ғана шынайы жолы бар. Ресейді экономикалық, саяси және әскери жолмен шегінуге мәжбүрлеу қажет. Ал Путин болса, ақштың бейбітшілік жоспарын бұрынғыдан жаңарған деп атады. Менің ойымша бұл түпкілікті бейбіт келісімнің негізгі болуы мүмкін, бірақ бұл мәтін бізбен талқыланбады, бірақ жалпы бізге қолайлы деген еді. Если в Киеве не хотят обсуждать предложение президента Трампа и отказываются от этого, то и они, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Может быть, не так быстро, как нам бы того хотелось, но неизбежно это будет повторяться. И в целом нас это устраивает, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, в ходе вооруженной борьбы. Но мы, как я многократно уже говорил ранее, готовы и к мирным переговорам, к решению проблем мирным путем. Однако это требует, конечно, предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана. Мы к этому готовы. Ал Украина басшысы Зеленский бұған дейін Мәскеудің талаптарын мойындамай, Украина жерінен бас тартпайды, әскерін азайтпайды деп келген еді. Сондықтан бұл жоспар Зеленскийді қиын жағдайға қалдырып отыр. Оған қоса, Украинадағы энергоатоммен байланысты жемқорлықтауда оны саяси тұрғыда әлсіретіп тастады. Бұл жемқорлық шуына Зеленскийдің жақын серіктесі Тимур Миндичтің энергетика министрі мен әділет министрінің қатысы бар айтылған. Украинаның ұлттық антикоррупция бюросы Миндич құрған қылмыстық топ мемлекеттік энергоатом компаниясынан откат алып отырғанын анықтады делінген. Яғни энергоатомға құрал жабдықпен қызмет ұсынғысы келген компаниялар қылмыстық топқа 10-15% откат беріп отырған дейді. Пайызбен бөліспеген компаниялар тапсырыстан қағылған. Қазір Украина парламенті Зеленскийден президент әкімшілігінің басшысы, оның ең жақын саяси серігі Андрей Ермакты қызметінен алуды талап етіп жатыр. Олар Ермактың энергоатоммен жемқорлықтауына қатысы бар дейді. Кейбір Алибаба лақап атымен әрекет еткен адамды осы Ермак деп санайды. Ал Дональд Трамп өз кезегінде Киевтен бейбіт жоспарға бейсенбіге дейін келісуді талап еткен. Айта кетейік, соғыс басталғалы 3,5 жылда 10 миллион Украин үйлерін тастап елден кеткен. Тек биылғы жылдың өзінде 122 мың адам қашқан. Үйлерін тастамағандардың да жағдайы өте ауыр. Донецк облысындағы Покровск және Мирноград қалаларында әлі 1500 адам бар. Көбі қарттар мен мүмкіндігі шектеулі жандар. Олар суға, электр энергиясына және медициналық қызметке қол жеткізе алмай отыр. Ал Украинаның ендігі тағдыры не болмақ деген заңды сұрақ туындайды. Бұл сұрақты біз белгілі саясаткер Арман Шораевқа қойып көрген едік. Мүмкін уақытша жер салар, уақытша, бірақ та ешқашан қайтпайды. Ол жерін босатқанша күреседі деп ойлаймын. Өйткені әрине соғысы 4 жыл болады жүрді. Ол ана Ұлы Отан соғысынан да ұзақ мерзімге ұзарды. Сондықтан әрине екі жақта шаршады. Украина жағы әрине енді шамалары да 3 есе аздау, экономикалары да 5 есе аз деген сияқты Ресейден. Бұл жерде енді шайқасу өте қиын, бірақ та менің білгенімше Украина халқы, қайсар халық ешқашан жайдан бере салмайды өзінің жерлерін. Әр жері
қайтады болашақта. Қырым болсын, Луганск болсын, Донбасс болса да құтты өзінің мекені Украинаға қайтадан оралады. Біз ұмытпауымыз керек, ешқашан Ресей ядролық арсеналы әлемде ең үлкен арсенал. Егер мысалға жеңіліп атса, әрине сол ядролық арсеналды қолдану әбден ықтимал. Украина қарсы болсын, Европа елдеріне, ана мұхиттың ар жағына, Американың өзіне деген сияқты. Білесіздер, Трамптың ең үлкен арманы өзінің өмірінде, жеке өмірінде, ол әлгі Нобель сыйлығының лауреаты болу. Енді биыл қолынан келмеді, келесі жылы сол міндетті түрде соған қолын жеткізгісі келеді. Жалпы мен айтайын, бұл жерде Трамптың мысалға әлгі Ресейдің жеңгенін ол қаламайды ешқашан. Кез келген Американың президенті Ресейдің бір соғыста жеңгенін қаламайды. Өйткені Ресей ол кәдімгі өздерінің табиғи жауы. Американың ең үлкен қарсыласы ол Иран емес, Солтүстік Корея емес, ол Ресей. Әрине Ресейдің ыдырағаны Трампқа да керек, алдында Байден да керек болды деген сияқты. Сондықтан бұл жерде мен ойлаймын, жалпы украиндықтардың қолымен олар сол Ресей империясын жоққа шығарғысы келеді. Сондықтан Европа елдері ешқашан Украинаны жалғыз қалдырмайды. Украина жалпы Европаның буфері. Европаның болашағы, Европа елдерінің болашағы украиналық қарулы күштерінің қолында. Сондықтан бермейді, бергізбейді де. Ана жерде Польша бар, оларда дәл солай қарап отырсаңыздар, милитаризация жасап жатыр. Бүкілі мысалға қорғаныс бюджеттерін Европа елдерін 3 есе, 4 есе көбейтіп жатыр, соғыс басталғалы. Сондықтан бұл жерде Ресейге қиын болады. Екінші әлгі әлемдік соғыспен салыстыруға болмайды. Өйткені ол жерде Совет одағына Ұлыбритания да көмектесті, ақш та көмектесті, басқа Европа елдері белсенді көмектесті. Бұл жерде Ресей жападан жалғыз. Солтүстік Кореяны мен айтпай-ақ қояйын. Олардың әлгі салдаман неше түрлі снарядтары уже бітті деп айтуға болады. Иранның жағдайын білесіздер. Күлпаршасын шығарды мысалға. Сондықтан оларда көмектесем десе көмектесе алмайды. Сондықтан Ресейдің болашағы қазір мысалға Украина жарайды қанға қысылып жатыр, бірақ та Ресейдің болашағы одан да зор қауіп төніп тұр деп ойлаймын. Ресей Федерациясы бұл түрінде 15 жылда ыдырайды. Ресей жеңіледі. Бұл жерде ақш, Қытай, Ресей мүдделері Пекин үшін басты стратегиялық мақсат Тайвань. Вашингтон үшін басымдық Тайваньды қорғау. Ал Қытай мен Ресей тактикалық серіктестер болғанымен стратегиялық тұрғыда мүдделері әрдайым сәйкес келе бермейді. ақш пен Венесуэлаға келсек, Венесуэла әлемдегі ең ірі мұнай қоры бар мемлекет. Егер ақш бұл елге толық кіре алса, мұнай бағасын құлатуға мүмкіндік алады. Ал бұл Ресей экономикасына аса ауыр соққы. Бірақ мұнда тағы бір маңызды фактор бар. Қытай Венесуэланың ең ірі инвесторы. Вашингтон қарақысқа тереңдей түссе, Пекин өз ықпалынан айырылады. Бұл Қытай үшін өте тиімсіз. Сонымен қатар арзан мұнай Қытай экономикасын күшейтеді, бірақ бұл ақшқа мүлде қажет емес. Осының бәрі өзара шектелген, бір-біріне тәуелді геосаяси тепе-теңдік қалыптастырады. Бұл ойында Украинаның орны қандай? ақш-та Қытайда ядролық қару жарысының басталуын қаламайды. Егер ядролық бәсеке басталса, оған басқа елдерде қосылады. Ондай жағдайда процесті ешкім тоқтата алмайды, әлем хаосқа кіріп кетуі мүмкін. Бұл екі держава үшін де апатты сценарий. Сондықтан жаһандық тұрақтылықты сақтау үшін екі алпауыт Украина мәселесін Ресей мүддесіне сай шешілуіне
көз жұма қарауға дайын. Бұл қақтығыстың ядролық деңгейге өтіп кетуін болдырмаудың амалы болуы мүмкін. Украина бүгінгі геосаяси саудада территория емес, жаһандық тәртіп үшін жасалған үлкен мәміленің бір бөлігіне айналды. ақш пен Қытай эмоциямен емес, ядролық хаостың алдын алу мақсатымен әрекет етіп отыр. Өйткені хаос басталса, қазіргі халықаралық жүйе күйрейді, оны ешбір держава бақылауда ұстай алмайды. Бар үміт әрине Еуропада, бірақ бұл үлкен саяси ойында Украина жай ғана бір қолшоқпар болып отыр. Айтпақшы, біз Қазақстандағы Украинаның елшісімен үлкен сұхбат жазғанда, елші мырза Украина ешбір жер бөлшегін Ресейге бермейтінін, соңғы минут, соңғы жүрек тоққағанша соғысатын айтқан тұғын. Мен осы сұхбаттан үзінді қоя кетейін. Самая большая ошибка, которую мы совершили до войны, это мы продолжали верить, что ее не будет. Ну, к сожалению, для России это никакого значения не имеет. Тот же Будапештская декларация, да? Лучше мы в Одессе будем молчать по-украински, чем говорить по-русски. Информационные атаки, есть вот эти разные ботафермы. Чтобы не было у казаха осознания того, что он казах, он хочет говорить и может говорить на своем языке, противостоять можно только контрпропагандой и насыщение своего информационного пространства правдивой информацией. Мир никому не нужен, что эта война нужна и России, и Украине, и Америке. Ситуация тупиковая. Продолжение войны абсолютно бессмысленно. Оно не приводит ни к каким изменениям. Единственное изменение, которое происходит сейчас в войне, это гибель людей. События в Буче освещали, и до сих пор я получаю от Роскомнадзора письмо раз в месяц с требованием удалить эти материалы. Если мы решим, что нет, все, давайте остановим смерти с нашей стороны, то через некоторое время вся Украина станет большим концлагерем. Гордая маленькая страна в Евросоюзе. И вот такая цена, такая история. Мы 3,5 года воюем с такой страной, и тем не менее мы показываем экономический рост. Представьте, что будет, когда война закончится. А Зеленский может переизбраться? И после войны, после окончания войны, мы от политических амбиций не откажемся. НАТО к тебе придет и скажет: слушайте, а вы не хотите случайно к нам присоединиться? А мы будем думать, нужно нам это или нет. Әлемде осында геосаяси қақтығыстар болып жатқанда Қазақстан өзінің дипломатиялық жұмысын белсенді жалғастыруда. Әрине Тоқаевтың ішкі жағдайға қарағанда сыртқы саясатқа үлкен мән беретінін халық сынап жатады. Десе де кім біледі, өзгеге жем болмау үшін мүмкін мұндайда тактика керек шығар. Бірақ онда үкімет мықты болу керек. Алайда үкімет ақсақ тауық сияқты ешбір нәтижеге қол жеткізе алмай отыр. Тоқаев Астанада тағы бір мәртебелі қонақ Армения премьер-министрі Никол Пашинянды қабылдады. Астанаға келген бетінде Пашинян қазақша ән қосқан видеосын салып бүкіл қазақты бір қуантты. Мемлекет басшысы тұрмақ жай мемлекеттік қызметкерлердің өзіне мұндайды көрмейтін қазақстандықтарға бұл қызық әсер етті. Ал тараптар осы кездесу кезінде екі елдің қарым-қатынасын стратегиялық серіктестік деңгейіне шығаратын 15 келісімге қол қойған. Олардың арасында Қазақстан үкіметі мен Армения үкіметі арасындағы құпия мәліметтерді беру, қолдану, қорғау және сақтау туралы құжаттар бар. Кездесу барысында Тоқаев жұма күні Әзербайжан арқылы Арменияға Қазақстан бидайының алғашқы 1000 тоннасы жеткізілгенін айтып, мұның саяси және экономикалық маңызы айрықша екенін атап өтті. Екі ел арасында тікелей әуе рейсін ашуда маңызды міндеттің бірі деген. Айта кетейік, Арменияға тауар транзиті Баку мен Ереван арасында Таулы Қарабақ үшін кикілжің басталғалы тоқтап тұрған. Негізі Қазақстан мен Армения арасында тауар айналымы көп емес. Қазіргі кездегі көрсеткіш 82 миллион доллар ғана. Қазақстан Арменияға темекі өнімдері, трансформаторлар, ферроқорытпа, металл бұйымдарын жеткізеді. Ал ол жақтан Қазақстанға жеміс-жидек, темекі өнімдері, армян ішімдіктері әкелінеді. Бірақ Арменияның халықаралық сауда айналымында маңызы зор. Мысалы, Әзербайжанда Нахчыван экскалавымен байланыстыратын Зангезур дәлізі Армения аумағы арқылы өтпек. Ал бұл дәлізі ақш бақылауында ұстағысы келеді. Сондықтан күзде Армения мен Әзербайжан ақштың арағайындық етуімен ұзақ жылдық соғысты аяқтаған болатын. Құжатқа қол қою рәсімі Дональд Трамп ұйымдастыруымен Ақ үйде өтті. Ал Тоқаев осы жолы
Трамптың сол әрекетін тағы еске алып, оның Украинадағы ахуалды реттеуге бағытталған күш-жігері мен ұсынған жоспарына қолдау білдірген. Ақорда сыйлы қонақтарын қарсы алып жатқанда Жетісай ауданына қарасты Алғабас ауылындағы 2 қабатты үйден шыққан өрт елді есеңгіретіп тастады. Тілсіз жау 12 адамның өмірін жалмады. Оның 9 бала, арасында небәрі 1 жастағы сәби де бар. Бәрі бір әулеттің адамдары. Олардың ішінде 5 баланың ата-анасы бөбектермен бірге түгел жанып кетті. Көршілердің сөзінше, өрт салдарынан мерт болған 9 баланың ата-аналары бірге туған ағайындылар болып шыққан. Үй иелері әуелі мейрамханада өткен сүндет тойға қатысып, кейін туыстарымен бірге отбасылық мерекені үйде жалғастырған деп хабарлайды Жетісай аудандық прокуратурасы. Өрт құрбандарының содан бір күн бұрын түскен мына суретін көргенде бәріміздің жүрегіміз езіліп кетті. Ал қайғылы жағдай таңғы 5 кезінде болған. Көршілері 2-ші қабаттан шыққан әйелдің жан даусынан оянып кеткен. Бірақ отқа оранған үйден көмек сұрап айқайлаған әйелді құтқара алмаған. Терезелерге орнатылған темір тор салдарынан олар да өздігінен сыртқа шыға алмаған. Сағат 5-тен 5 минутке шықты. Келіншек айқайлаған екен. Айқайлады ғой, жәрдем берін деді. Деп айқайлады, әпше деп айтты. Келіншек таңын төбеді. Айқайлады. Сөйген жәрдем беріңіз әпше деді. Сөйтіп қарасам, қып-қып отты жанып жатыр екен. Отты жанып жатыр екен. Жаңғаны мына сәтіне бар, ұяттым, баламды ұяттым. Кейін бардым, мен ойықтым, ар жаққа барып, жаңалдегі өгінші өгіз үйінен алды ғой, сөйткені скорый пожарный бесеуі, скорый келді, бәрі келді, оған дейін олар бәрі тынды ғой, өлді. Әйел бар ғой, ана терезені ашқан кезде, әйел шықса бұяқ шығады, шығамайды ғой, сол уланып қалғанда, әйел келіншек бар ғой, өлді ғой, баласы мен қызым бәрі бір семей кетті ғой. Бұл кісілер жақсы кісілер, ораз келдің тегістер жақсы. Дәурен деген жігіт жақсы, құрдасы бар, ана келіншек базар кәршіге пиясатады, сондай жақсы келіншек еді. Содан әпше жәрдем беріңіз деп айқайлады оған. Үйде айқайламен жүріп шықтым. Сағат 5-тен 5 минутта шықсам, жаңа газында қалай оттап жанады мен білмеймін. Оттап жанып жатыр. Ойбай деп, мақұл дедім де, мына үйлерге кетіп қалдым. Үйлер ашады, үйлер ашпайды. 3 адамды ұяттым естіген. Мені шаман келмес. Қазір мен соны ойлап ұйықтай алмай жүрмін. Қорқып кеттім. Ана келіншек жаныма жетті. Келіншектің шыңғырғанын көрсең, адамның жаны шығу қиын. Пожарный кейін аны өзі бәрі тынды ғой. Шығарып. Бұлар таппадық дейді ғой, ештеңе таппадық. Ол мүмкіні мысалы свет болса, бұлар свет жандырған. Светсіз біз светтер өшеді ғой, негізі газ шығар деп жатырмын. Точно білмеймін. Газдың мыналар лаулап жанып тұрған газ ғой, қып-қызыл жанып тұр. Міне, содан білмеймін, қып-қызыл жанып тұр. Мен нені ағып жанып жатыр екен дедім. Астының кейін алып шықты ғой. Қазіргі болжам бойынша өрттің шығу себебі сетевой фильтр, яғни телевизор қосатын электр жабдықтарын жалғайтын фильтрдің ақаулығы. Алдын ала болжам бойынша жылыту жүйесі табиғи газбен жабдықталған. Газ қазандығы сыртта орналасқандықтан ол жақта кем-кетік жоқ. Дегенмен үйдің суретін көрген азаматтар неге терезелері түгел темірмен қаптап тастаған деп жатты. Оның себебі түсінікті, ол ұрлық қарлықтан қорғанудың амалы. Өйткені аймақтарда осындай жер үйлерге ұрылар көп түсетіні, қанша арыз шағым жазылса да, олардың ұсталмайтыны үнемі айтылады. Қалаларда қаптаған камералар ауылдарда жоқ. Полицейлер ұрыларды ұстауға қауқарсыз ба, әлде олармен ауыз жаласқан ба белгісіз. Ал 12 адамның ажалына жеткен апаттан кейін президент Тоқаев қаза тапқандардың жақындарына көңіл айтып, өртті жан-жақты зерттеу үшін үкіметтік комиссия құрды. Оның жетекшісі тағы да сол премьер-министрдің орынбасары Қанат Бозымбаев. Жалпы апат болса, Бозымбаев барып бәрін тексереміз, шешеміз дейтін көрініске көзіміз әбден үйренген. Осы жолы да Алғабас ауылындағы өрт қасақана жасалмаған қылмыстық құрам жоқ деп мәлімдеді. Сондай-ақ төтенше жағдайлар жөніндегі министрлік пен әкімдіктерге пеш жағатын тұрғын үй секторын, жатақханалар мен хостелдерді аралап рейд өткізуді тапсырды. Содан кейін барлық өңірде әдеттегідей жаппай тексеріс бастайды. Оқыс жағдай болған кезде осындай тексеріс бастау биліктің үйреншікті әдістерінің бірі. Бірақ осы рейд кезінде тек Түркістан қаласының өзінде 2800-ге жуық абоненттің газ пайдалану ережелерін сақтамай отырғаны анықталған. Газ қондырғыларын дұрыс орнатпаған, пештерінің мұражалары бітеліп қалған үйлер көп. Енді тұрғындар сабақ алып, сол олқылықтарды түзейтін шығар деп ойлаймыз әрине. Мысалы, Америкада тұратын қазақ азаматы Жетісайдағы жағдайдан кейін видео үндеу жасап, қазақстандықтарды сақтануға шақырды. ақш-та сақтық шаралары қалай жасалатынын айтты. Оның сөзінше, ақш-та үйдің әр бөлмесіне газ түтін сезгенде дабыл қағатын құрылғы қою заңмен талап етілген.
екен. Қоймағандар қатаң жазаланатын көрінеді. Америкамен салыстыратын болсақ, Американың 50 штатында 350 миллионнан астам адамға үйіне мынандай датчик қондыруға міндеттеген. Бұндай датчиктардың екі түрі бар. Біріншісі обычный любой дымнан шығатынға, екіншісі газовый. Егер газовый датчик, егер үйде газ қолданатын болса, газовый датчик міндетті түрде болуы керек. Ата қалған үйлердің барлығына тоқ болғасын, мынандай датчикта міндетті. Бұнда датчиктардың бағасы всего лишь 5 000 мен 35 000 теңге тұрады. 5 000 обычный шыңылдайтын, 35 000 сіздің телефоныңызға даже дыңылдайтынына дейін жағы полностью барады да, уведомлениесіне дейін барады. Үкімет басындағылар егер мен қарап отыратын болса, осындай заң шығарғаныңыз абзалырақ болады. Любой коммерческий помещение болсын, жилой помещение болсын, міндетті түрде үйде осындай закрытый помещениеде осындай датчиктар тұру керек. Ол біріншісі. Екіншісі, қарапайым адамдарға айтатын, пока үкімет ондай заң шығарам деп затетіп жүргенше, міндеттегенше, өзіңіздің сақтығыңыз үшін осындай датчикті міндетті түрде алып алыңыз. Қазір мен сізге мысал ретінде міне тестовый режимін басып көрсетейін. Қараңыз, осылай тестовый режимде мне полностью барлығын көрсетіледі. Америка тұрып жатқандар білет, сәл картошканы кішкенерек күйдіріп пісірейін десеңіз, мынау шыңылдап кәдімгідей құлақтан полностью мазаны алады. Бірақ кешегідей жағдай болған кезде түннің ішінде ең бірінші адамдардың барлығын оятатын осы болады. Ал белгілі журналист Ғалымжан Қараманұлы да Лондонда өрт қауіпсіздігіне ерекше мән берілетінін жазды. Ас бөлмемізде түтін шыға қалса, қатты шиқылдап мазаны алады. Газ иісіне де бірден реакция береді. Өртке қарсы дабыл құрал туралы айтам. Даусынан шошып, дереу шара қолданамыз. Сөйтіп, төтенше жағдайдан сақтап қалады. Әр үйде дабыл құралын орнатуды Британ үкіметі міндеттеп қойған. Газ инженерлері оны жыл сайын тексеріп кетеді. Бұл құрылғы сіздің үйде де бар деп үміттенем. 12 адамның өмірін жаулаған алғабастағы қайғылы оқиға қабырғамызды қайыстырды. Марқұмдардың иманы жолдас болсын. Оның сөзінше, әр үйде дабыл құралын орнатуды Британ үкіметі де міндеттеген. Ал қазақстандық сарапшылардың сөзінше, өрт қауіпсіздігі туралы талаптар біздегі заңдарда да жақсы, тәптіштеп толық жазылған, бірақ олардың сақталуы қиын. Себебі біріншіден тұрғындар салғырттық танытса, екіншіден жемқорлықтың кесірінен олқылықтар уақытылы түзелмейді. Түрлі лоббиді меңгеріп алған құрылыс компаниялары заңдағы талаптарды айналып өтудің жолдарын үйренген. Тіпті айналып өте алмаса да қорықпайды. Себебі ақша арқылы шешу оп-оңай. Заң ережелерде бәрі жазылған, турасын айтып отырмын ғой, иә. Мәселе соны дұрыс орындау, оны бақылау, оны тексеру, қабылдағанда тағы да қадағалау бәрін. Бірақ та жаңағы өзім айтып кеттім, неліктен бұл система істемей тұр. Ғимаратты қабылдау кезінде міндетті түрде жаңағы санитарлық эпидемиялық инспекция, иә. Өрттен сақтандыру инспекция, иә. Жергілікті жаңағы осы биліктің уәкілдері қатал қарау керек бәріне. Грант Алатау деген жаңағы 30 қабатты үйде тұр ғой. Онда жаңағында өрт сөндіру мәселесіне жобада үлкен мән берген. Онда өрт сөндіру үшін жаңағы сол түтінді сорғыш вентиляторлар бір үстіңгі бір қабатта жаңағы техникалық бір қабат. Неше түрлі қондырғылар жаңағы су сөндіретін, тіпті үстінде жаңағы вертолет қонатын площадкасы да бар. КСКшниктар жаңағы, КСК дегенді білесіз ғой, иә? Олар жаңағы соның бәрін қиып тастап, қондырғыларды, насостарды, вентиляторларды бәрін алып тастап, бөліп сатып берген. А егерде ойлап көріңіз, 30 қабатты үй өрт шықса, не болады? Ресми мәліметке қараса, Қазақстанда жылына орта есеппен 11 мың өрт болып, 300-ден астам адам тілсіз жаудың құрбаны болады. Мысалы, 2023 жылы 11.805 өрт тіркеліп, 375 адам қаза тапқан, 304 адам жарақат алған. 2024 жылы 11.549 өрт болып, 326 адам көз жұмса, 332 адам жараланған. Биыл қазірге дейін 130 адам қайтыс болса, 139 адам жараланған. Бұл көрсеткіш
тіпті жыл соңына дейін көбеюі мүмкін. Өйткені қайғылы жағдайлардың дені күз түсіп қыс жақындағанда болады. Мысалы, биыл жылыту маусымы бастала сала тағы 870 өрт болған. Себептердің көбі ақаулы пештерді қолдану, екінші тоқтың көздерін дұрыс жалғамау, үшіншісі абайсыздық, яғни бір нәрсе жағып жатқанда қауіпсіздік қағидаларын сақтамау. Сондықтан мамандар қауіпсіздік ережелеріне мұқият болған жөн дейді. Бірақ мәселе сонда ғана ма? Мүмкін тұрғындардың бұл ережелерді сақтауға, жақсы пеш алуға, тоқ тартуға, мықты мамандар жалдауға қаржылай мүмкіндігі жоқ шығар. Осы жағы қаншалықты ескеріліп жатыр. Олай дейтініміз, аталған типтегі рейдте жылда жасалады, ескерту беріледі. Бірақ неге көбі пешті ауыстырмайды, оның себебі сұрала ма? Әкімдік немесе қауіпсіздікке жауапты мамандар олардың ауыстырылғанын қаншалықты қадағалайды? Жалпы жаңа пеш алу қанша тұрады? Бұған халықтың әлеуеті жете ме? Өйткені осылай жанып кеткен үйлердің көбісін қарағанда, көбісі көп балалы үйлер немесе күні бойы түні бойы жұмыс жасайтын азаматтар, тұрмыстың бабымен жұмыс жасап ақша тауып жүрген адамдар. Яғни бұл жерде халықтың әлеуметтік жағдайын да ескеру керек. Иә, әркім өз үйінің қауіпсіздігіне өзі жауапты, бірақ олар неге өздерін қауіптен сақтандырмайды? Мүмкін ақшасын жеткізе алмай жатыр дегенде сарапшылар айтып жатқан ой бар. Мысалы, Біріккен ұлттар ұйымының апаттарды азайту офисінің зерттеуінше жыл сайын өрт салдарынан болатын өлім жітімнің 95% табысы төмен елдерге тиесілі екен деген. Себебі бұл елдерде кейінгі 40 жылда салынған нысандардың төтенше жағдайға бейімділігі төмен, екіншіден қауіпсіздік шараларын сақтауға тұрғындар қауқарсыз. Мысалы, Түркістандағы жанып кеткен 2 қабатты жеке үйде жаңадан салынып жатқаны айтылды. Ал жаңадан үй салатындар әйтеуір бірде-бірге жалғап әрең жүретінін білеміз. Сондықтан осы аптада жасалған рейдтерден нәтиже болады, тексерістерден кейін өрт азаяды дегенге сену қиын әрине. Мысалы, 6 жыл бұрын Астанада 5 бала жанып кеткеннен кейін ел шулап жаппай тексеріс болды. Бірақ нәтиже шықпады. 2 жыл бұрын Алматыда хостел өртеніп 13 адам қаза тапқан кезде билік бәрін қолға алатын болды. Бірақ бәрі бәз-баяғы қалпында қала бергенін көріп отырмыз. Мысалы, биылғы жылдың басында Қостанай облысы Жітіқара ауданында өрттен 5 бала қаза тауып, анасы 5 жылға сотталды. Іс материалдарында сотталған әйел балаларын үйде қалдырып, үлкен ұлына үйдің іші суық болса пешке от сал деп айтып кеткенін жазды. Ал жазда Батыс Қазақстанның Сырым ауданында үй өртеніп 5 бала жанып кетті. Бұл отбасы жалға алынған үйде тұрған. Өрт кезінде ата-анасы жұмыста болған, яғни жұмыспен басы қатып, қалай ақша табам деп жүрген азаматтардың өрт қауіпсіздігін ойлауға шамасы да болмас. Оларға міндеттеу, қатаң талап қою, жазалау арқылы ғана жағдайды реттеуге болатын шығар. Бірақ ол үшін сот бақылаушы, талап етуші ұйымдардың өзі жемқорлықтан кез келген нәрсені ақшамен шешуге болады деген түсініктен ада болса дейсің. Ал қорғаныс министрі Қосановқа әскердегі сарбаздар өлімі күлкілі ме? Өткен аптада митингке шыққан аналармен кездеспегені былай тұрсын. Осы аптада Улус медиа тілшісінің әскерде өлім неге көп деген сұрағына миығынан күліп, «Да вы что, насилуют» деген сияқты сөздермен мысқылдап жауап берді. Здравствуйте, можно вас вопрос спросить по поводу смертей, которые в армии происходят? Вот матери выходили, вас ждали, чтобы вы прокомментировали, что творится в казахстанской армии. Могли бы прокомментировать? Вообще в курсе, что у нас каждый месяц или чуть ли не каждую неделю умирают люди? Да вы что? Солдаты. Да вы что? Вам смешно? Нет, серьезно, вам смешно? Я вам серьезно говорю, на сегодняшний день у нас нет. Если вы говорите о прибытии, эти события произошли у этих матерей в прошлые года, 2020-2023 года. Каждая мать, которую мы их принимаем, мы все вопросы, которые матери вышли на этот митинг, эти были вопросы обращены именно по следственным мероприятиям. Следствие проводят Министерство внутренних дел под контролем главной военной прокуратуры. Там были не наши вопросы. А то, что вы говорите, мы вас приглашаем, мы проводим ежемесячно по одному, по два пресс-тура. Почему вы туда не приходите? Вы нас не приглашали. Каждый месяц умирают солдаты в армии. Почему? Ответьте, пожалуйста. Каждый месяц умирают солдаты в армии. Якобы суициды, менингит. Но на самом деле их избивают и убивают. Нет. Насилуют. Насилуют? Насилуют, да. Не знаю, это все рассказывают матери, которые были.
Вы попрошу. Этих фактов предостаточно. предоставьте нам Почему вы не факты. остановите эти смерти? И почему вы не можете это прокомментировать? Вы можете спокойно говорить? Я вам спокойно Вы говорю, предоставьте эти потому что вы факты, да? смеетесь. Вы предоставьте эти факты. Вы говорите просто голословно. Голословно? Байқасаңыз, министр әбден күліп болғасын ғана, әскерде қазіргі уақытта мұндай оқиға жоқ. Өткен аптада қайтыс болған балалар үшін шыққан ата-аналар митингісінің себебі бұрын болған оқиғалар деді. Айта кетейік, Қосанов биыл маусым айында министр болып тағайындалды. Бірақ сонда да оның сұраққа неге күліп жауап бергені түсініксіз болып қалды. Өйткені журналист күліп те күлкілі сұрақта қойып тұрған жоқ еді. Журналист қытығына тиді деп дейді айта алмайсың. Өйткені бұл министр елдің алдына көп шыға бермейді. Одан бөлек сарбаздар өлімі туралы фактілер жетерлік. Былтыр жергілікті бақ өкілдері 12 адамның әскерде жүріп қаза тапқанын жазды. Оның кемі 7-еуі қорғаныс министрлігіне қарасты бөлімдерде қызмет еткен. Ал биыл 6 сарбаздың көз жұмғаны жазылды. Олардың жоқ дегенде 3-еуі қорғаныс министрлігіне қарасты мекемеде істеген. Сондықтан министрдің күліп жауап бергенін көпшілік трагедияға балап жатыр. Өйткені әскердегі өлімдердің көбінің нақты себебі анық айтылмайды. Дені жабық күйінде қалады. Қоғам шулап резонанс тудыратын істер ғана ашық талқыланады. Оның өзінде тергеу құпиясына салып халыққа ақпарат толық жарияланбай жатады. Ал министрдің осы жолғы әрекеті өткен аптада митингге шыққан аналардың бетіне түкіргенмен тең деп жазғандар бар. Естеріңізде болса, 10 қараша күні бір топ ата-ана Астанада әділдік сұрап көшеге шыққан еді. Сарбаздар одан алдындағы борышын өтеп жүріп, түрлі немқұрайлықпен, әлімжеттікпен құрбанына айналуда. Қазақстан Республикасында көрсеткен адам өмірі ең жоғарғы құндылық екенін қағидасына қайшы келеді. Біз ата-аналар сарбаз өлімін тоқтату үшін белсенді араласуға дайынбыз. Сарбаздардың өмірі біздің ең басты құқылық. Митингке шыққан ата-аналар казарма, асхана, дәліз, оқу залы сияқты барлық аумақтар бейне бақылауда болуын талап етті. Әскерге шақыру жасын қайта қарап, тек 25 жастан асқандар келісім шарт негізінде қабылдансын деп сұрайды. Әскери қызмет кезінде қаза тапқан немесе мүгедек болған сарбаздардың отбасына өтемақы төленсін. Ол әділ, тең және әр жағдайда жеке қарастырылып, қоғам өкілдері мен ата-аналардың қатысуымен анықталсын делінген. Жағдай ушыға бастаған кезде президент Қасым-Жомарт Тоқаев прокурор Берік Асыловқа мәселені шешуге 12 күн берген еді. Ол уақыт келесі аптада келеді. Оған дейін мәселе шешіле ме, жоқ па, әрине ол белгісіз. Бірақ шешеді дегенге де сену қиын. Себебі сол күні бойы көшеде тұрған аналарды полиция ұстап бөлімшеге алып кеткен еді. Кейбіріне тіпті айыппұл да салынды. Қорғаныс министрлігі ата-аналарға әр жағдай жеке қаралады деп мәлімдеді. Бірақ бос уәдеге әбден тойған олар нақты іспен әділ шешімді талап еткен. Енді министрдің күлгеніне қарап, ата-аналардың жылауы тоқтамайтын сияқты деп ойлап қалдық. Кейбір азаматтар министрдің отставкасын талапта етіп жатыр. Бірақ одан мәселе шешіле ме? Өйткені осы уақытқа дейін қорғаныс министрлігіне кім тағайындалса да әскердегі сарбаздар өлімі тыйылған жоқ. Оған қоса сол үшін жазаланған жоғары биліктегі адамды да көрмеді. Қызметінен босағандар аз уақыттан кейін басқа қызметке тағайындалып өсіп жатты. Әскердегі әлімжеттіктің бір себебі қазір тағайындалып жатқан министрлердің көбі кеңес кезінде әскерде болғандар, яғни сарбаздарға ғылыми тұрғыда қарағаннан гөрі оларды ұрып тәрбиелеу дұрыс деп ойлауы мүмкін. Ең қиыны жүйелі жұмыстың жоқтығынан бейбіт күнде ешқандай соғыссыз сарбаздар қырылып жатыр. Қытайда ұсталған Қазақстан азаматы Әлімнұр Тұрғынбайдың туыстары мен жақтастары қамалды. Олар 13 қараша күні Алматы облысының Ұйғыр ауданында наразылық акциясын өткізіп, Қытай туы мен Си Цзиньпиннің суретін өртеген болатын. Әлімнұр Тұрғанбайұлы босатсын Қытай! Жайсыз азаматты! 中国共产党已经释放被无辜关押的哈萨克斯坦公民阿里姆努尔图尔干拜，停止对哈萨克族和维吾尔族人民的压制和不公行为，狗日的共产党下台，习近平下台。 Қытай құрып кетсін! Қазақстанға Қытайлар қамдатып қойды, құрып кетсін Қытай!习近平下台！
Biz Қытайға қарсымыз. Қытайлар келді. Наразылық акциясына шыққандар Қытаймен арадағы визасыз режимді тоқтатуды талап еткен. Олардың арасында тіркелмеген нағыз Атажұрт партиясының белсенділері де бар. Алматы облысының полиция департаменті 12 адам 434 бап бойынша жауапкершілікке тартылып, 15 тәулікке қамалғанын хабарлады. Тағы 6 адамға 78 мың теңгеден айыппұл салынған. Әлімнұр Тұрғанбайдың әйелі Гүлдария Шерзаттың ұлыс медиаға айтуынша, Әлімнұр биыл шілдеде Қытайға жүк көлігін айдап барып шекарада ұсталған. Олар 4 айдан бері Әлімнұрдан хабар алмаған соң тіркелмеген нағыз Атажұрт партиясының белсенділерімен бірге наразылық акциясын өткізуге мәжбүр болған. Ал 17 қарашада Адам құқықтарын қорғау бюросында өткен баспасөз мәслихатында заңгер Назигүл Мақсұтхан наразылық акциясынан кейін тіркелмеген партияның белсенділерін жаппай ұстау болғанын мәлімдеді. Оның сөзінше, акцияға қатысқан үшін ұсталған 12 адамнан бөлек Астана қаласында да партия жақтастары қамауға алынған. Астанада екі белсендіге нағыз Атажұрт тіркелмеген партияның ақш-та тұратын жетекшісі Серікжан Біләш пен Францияда тұратын Мұхтар Әбіләзовтың әлеуметтік желідегі парақшасында заңсыз митингке шығуға үндеп жазба қалдырдыңдар деген айып тағылған. Сондықтан ол мұны саяси қысым деп есептейді. Бейбіт акциямыздан ешкім зардап шеккен жоқ. Біз заң бұзған жоқпыз, жолды бөгеген жоқпыз, адамдарға зиян келтірген жоқпыз. Бірақ соған қарамай біздің үнімізді естуге, халықпен диалогқа келуге, Қытай экспансиясына қарсылық білдіру, біздің конституциялық құқығымызды білдірген заңды әрекетімізге қарамастан билік тіркелмеген Атажұрт партиясы мүшелерін жаппай қудалауға. Назигүлдің айтуынша, акцияға қатысқандарға заңсыз жала жабылған, бірақ осы оқиғаға қатысты қоғам пікірі кейін екіге жарылды. Bir тарап белсенділердікі дұрыс, осылай талап етпесе басқа амалы таусылған деді. Екінші тарап болса, заң бойынша бір елдің туын өртеу қылмыс саналады. Сондықтан абай болған жөн деп жатыр. Мысалы, заңгер Мейірман Шекеев бұлай деп пікір білдірді. Құрметті қазақ халқы, мына бейнежазбаны бәріңіз де әлеуметтік желіде байқаған шығарсыздар. Дәл осы бейнежазбаға қатысты менің пікірім, ойлаймын, бұл азаматтардың сауатсыздығын кейбір сырттағы бір тұлғалар пайдаланып отқан сияқты. Себебі дәл осы Әлімнұрға қатысты Серікжан Біләштің бүгін YouTube каналында бейнежазбасын көрдім. Бүгін 40-50 туыс туғаныңды жинап ереуіл жасайсыңдар ма? Сен үніңді өшірдің ғой, митингке шықпадың, хабарға шықпадың, халықаралық медианы шулатпадың ба, біттің онда, әкеңе қош айта береді. Өйткені Серікжан Біләш Әлімнұрдың туған туысқандарын, осыған қатысты кейбір қазақ азаматтарын заңсыз әрекеттер жасауды айтып отқаны байқалады. Қарапайым қазақтарға айтарым. Екі түйенің ортасында шыбын өледі деп, сіздер де аяқтағанға көне бермеңіздер. Өзге мемлекеттің туын жауы Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 174 бабына да саралануы мүмкін. Сендерді сол кезде Серікжан Біләш шығарып алмайды. Ол құр айғайдың адамы. Қытайлардың бізде заңсыз жүруі, болмаса да басқа да заңсыз әрекеттері болып жатса, оны заң тұрғысында шешу керек. Біреуге алданып заңсыз соғып қалмаңыздар. Жеке бастық мәселеге саясат қылып, екі елдің арасына іріткі салудың қажеті жоқ деп санаймын. Өз құқықтарыңызды біліп жүріңіздер. Рахмет. Бірақ сонда да Әлімнұр Тұрғанбайды қорғаудың жолы қайсы? Өйткені ол ұсталған уақытта әйелі Гүлдария Шерзат Қазақстанның Қытайдағы елшілігіне шағымданған. Тамызда Қытай тарапы Әлімнұр Тұрғанбайдың ұсталғанын растаған. Қытай жағының Қазақстан билігіне жолдаған жауабында Әлімнұр Тұрғанбайдың әлі де Қытай азаматы екені, Қытайда қос азаматтық жоқ екенін айтқан. Яғни жауап бұл Қытайдың ішкі шаруасы дегенге ұқсайды. Жалпы батыс елдері Шыңжаңда аз ұлттардың құқығы тапталып жатыр деп Қытай билігін үнемі сынайды. Біріккен ұлттар ұйымының 2018 жылғы есебінше Қытай үкіметі Шыңжаңда 1 миллиондай ұйғыр, қазақ, қырғыз, өзбек және басқа да мұсылман адамдарды қайта тәрбиелеу лагеріне жапқан. Бірақ ресми Пекин бұл айыптауларды мойындамай, ұсталғандар қамалған лагерлерді кәсіпке баулитын орталық деп атап келеді. Адам құқықтарын қорғайтын Human Rights Watch ұйымының дерегінше 2017-2021 жылдар аралығында Шыңжаңда
540 мыңнан астам адам сотталған. Ал Әлімнұр Тұрғынбай Қазақстанға отбасымен бірге 2016 жылы көшіп келген 3 қызы бар. Өзі де балалары мен әйелі де 2017 жылдан бері Қазақстан азаматы. Бірақ белсенділердің сөзінше Қытай тарапы Қазақстан Республикасы берген құжатты мойындамай, Әлімнұр Тұрғынбайды ешқандай қылмысы болмаса да тұтқындап отыр. Сондықтан оның туыстары Қазақстан билігі біздің талабымызды орындаса дейді. Ал Қазақстан үшін Қытай ең ірі экономикалық серіктес. Сондықтан халықаралық сарапшылар Қазақстанға Пекиннің ықпалы көп. Қазақстан билігі Шыңжаңда қысым көрген қазақтар тақырыбын қозғамауға тырысады дегенді айтады. Президент Тоқаев та 2019 жылы неміс толқыны арнасына берген сұхбатында Шыңжаңда қазақ ұлтының өкілдері қысым көріп жатыр деген ақпарат шындыққа жанаспайды. Қазақстан геосаяси текетірестің ойын алаңына айналмауға тиіс деген еді. Ал енді туды өртеуге келсе, көптеген елдерде өзге елдің туын өртеу заңсыз саналады. Мысалы, Дания, Австрия, Германия, Грекия, Оңтүстік Кореяда ол үшін айыппұлдан бастап 2-3 жылға дейін түрмеге қамау жазалары қарастырылған. Алайда бұл елдерде ту өртеу саяси акция кездерінде болса, онда сөз бостандығы мен пікір айту еркіндігі алға шығып, жасалған іс-әрекет екінші планға өтетін жағдайлар бар екен. Сондықтан Қазақстандағы оқиғаны да жан-жақты қарау керек дейді құқық қорғаушылар. Олардың сөзінше, бұл әрекет саяси пікір білдірудің амалы. Өйткені бұл акция кезінде ешкім тікелей жапа шеккен жоқ, ешкім ешкімді ұрмаған, ештеңені сындырмаған. Бірақ бір жағдай бар. Қытай туы Қытай мемлекетінің мүлкі. Ал оны өртеу Қытай мүлкіне зиян келтіру деп саналады. Бірақ бұл жердегі әрекет зорлық-зомбылыққа үндеу мақсатында жасалып тұрмағанын да ұмытпау керек. Ал бұл жағдайға байланысты ойларыңыз қандай? Құрметті көрермен, ортаға жаза отырыңыздар. Северный Казақ сотталды. Өзіне осылай лақап ат қойып танылған Аслан Төлегенов 3 жыл 9 айға бас бостандығынан айырылды. Үнемі Кремльге бүйрегі бұрып, ресейшіл бағытта үндеулер тарататын ол тамызда ұсталған болатын. Оған қатысты бұл іс ұлттық алауыздықты қоздыру бабы бойынша тергелген. Осы аптада Көкшетау қалалық соты атышулы істің нүктесін қойды. Сот блогердің әлеуметтік желілерде ұлтараздықты қоздыруға бағытталған видеороликтерін сараптаған. YouTube'те Северный Казақ деген арна жүргізген блогер аз уақыттың ішінде 173 мың жазылушы жинаған. Қазақстанда орыс тілі қысым көруде. Қазақтарды адам қылған орыстар. Орыс кетсе Қазақстанды берекесіздік бастайды. Ұлы Ресей саған рахмет деген секілді үндеулерді миллионға жуық қаралған. Запомните, если кто-то хочет потерять разум, он потеряет русский язык. Только невежды могут занижать значимость русского языка. Эй, безумцы, слушайте сюда, это я вам говорю. Главное научиться русской науке. Наука, знание, достаток, искусство – это все у русских. Для того, чтобы избежать пороков и достичь добра, необходимо знать русский язык, русскую культуру. Русские видят мир. Если ты будешь знать их язык, то на мир откроются и твои глаза. Это говорил наш великий просветитель Абай Кунанбаев. Ол орыс әлемі жаһанға жақсылық дәнін егеді, жер бетінде әділдік орнатуды мақсат тұтады деп, кейде елді диверсификация жүріп жатыр деп Кремльден көмекте сұраған. Кейбір сұхбатында Қазақстандағы орыс тілді азаматтардың құқығы тапталып, дискриминацияға ұшырайды деп шағымданған, әрі өзі тұратын Көкшетау қаласын Көкшетав деп атауға петиция ұйымдастырған. Сараптама оның видеолары ұлтты ұлтқа айдап салатын арандатуға тұнып тұрғанын растады. Жабық есік жағдайында өткен процесте провокатор кінәсін толық мойындап, ұсынылған айғаққа қарсылық білдірмеген. Бірақ жаза тағайындау кезінде сот Төлегеновтің бұрын сотталмағанын және жасаған ісіне шын өкінгенін ескерген. Жазаны ауырлататын басқа мән-жайлар анықталмаған. Ал сіз 3 жыл 9 ай бас бостандығынан айыру жазасымен келісесіз бе? Өйткені көптеген қазақтар Аслан секілді жүйелі түрде провокациялық посттар салмаса да, тек бір ауыз сөз үшін осындай мерзімге немесе одан да көп мерзімге сотталып кетіп жатыр. Оған мысал көп. Ал осы аптада Тимотидің концертіне бойкот жариялаған блогер Аида Жексенова полицияға шақыртылды. Полицияға арызды Қазақстанда ресейлік жұлдыздардың концертін ұйымдастырушы Алексей Пучков түсірген. Жексеноваға енді қылмыстық кодексің 174 бабы, яғни әлеуметтік, ұлттық, рулық, нәсілдік, сословиялық немесе діни алауыздық қоздыру бойынша қылмыстық жауапкершілік төнуі мүмкін. Айта кетейік, қараша айының соңында ресейлік әнші Тимотидің Астана мен Алматыда концерттері
концерттері өтетін болған. Алайда қазақстандық бір топ азамат оның елге келуіне қарсы шығып петиция ұйымдастырған. Петиция авторлары Тимотидің ашық түрде Ресейдің Украинаға қатысты әскери агрессиясын қолдап жүргенін алға тартқан. Сол кезде Аида концертке қарсы шығып үндеу жасаған еді. Увидев, что к нам приезжает российский певец Тимати, который активно поддерживает войну в Украине, поддерживает в целом Z-повестку, я выразила свою позицию, свое мнение о том, что чтобы казахстанцы не покупали билеты на концерт Тимати и тем самым не спонсировали войну. Под моим постом пришел организатор концертов российских звезд Алексей Пучков и заявил, что в моем посте он видит угрозу статьи 174. Это статья о разжигании социальной розни, оскорблении по национальному признаку, по религиозному признаку и так далее. И вот спустя 2 месяца мне звонит майор департамента полиции по борьбе с экстремизмом. Я сначала думала, что это мошенники, если честно. Я вечером поехала в департамент полиции на Сейфуллина 37. Далее мы в кабинете поговорили. Он почему-то привел мне примеры Кати Бивол, потому что они инициировали вот это расследование в России по Кате Бивол. Я сказала, что это некорректные примеры. Я никаким образом никого не оскорбляла, никого не унижала, не призывала к агрессии ни по этническому признаку, ни по религиозному, ни по национальному. Но их смутила фраза: казахстанцы, не покупайте билеты Тимати, не спонсируйте войну. Аида полиция бойкотқа шақыруды неге экстремизм ретінде қабылдайтынын түсінбейді. Саяси наразылық неліктен алауызды қоздыру болып саналады деп те сұрайды. Ол менің жазбамның 174-ші бапқа қатысы жоқ. Жазбамда ешқандай топты кемсіту, этникалық белгі, өшпенділік тілі, ұлтқа, дінге, әлеуметтік топқа тіл тигізу жоқ дейді. Айтуынша жазбада тек белгілі бір әртістің концертіне билет алмауға шақыру бар. Бұл саяси ұстаным, жеке пікір білдіру, оны Қазақстан Конституциясы қорғайды. Бұл бойкот деп аталады, бірақ ешбір жағдайда экстремизм емес. Блогер сөз бостандығын қорғау үшін мәдениет және ақпарат министрі Аида Балаевадан көмек сұраған екен. Министр барлығын заңгерлер жан-жақты қарауы тиіс деп қана пікір білдірді. Бірақ Тимотидің концерті бәрібір өтетін секілді. Өйткені афишада концерт 28 қарашада Астанада өтетіні көрсетілген. Билеттердің бағасы 15 мыңнан 100 мың теңгеге дейін. Билеттер сатылып өтіп жатыр. Ал бұған дейін қазақстандықтар Полина Гагаринаның 27 қарашада Конгресс орталықта өтуі тиіс болған концертін өткізбей тастаған еді. Сондай-ақ 29 тамызда Филипп Киркоровтың ал Алматыда Республика сарайында үлкен концерт бермек болған Вячеслав Бутусовтың да жоспарланған шаралары қоғам тарапынан қарсылыққа тап болған еді. Жалпы бұндай бойкоттарға, ресейлік концерттердің, ресейлік әншілердің Қазақстанға қаптап кетуіне қатысты қазақстандықтардың өз пікірін білдіру әрине заңды. Десе де, бұл тұрғыда біз қоғам қайраткері Тоғжан Қожалының пікірін сұрап көрген едік, көре отырыңыздар. Біріншіден, Северный Казах пен Аида Жексен екі түрлі жағдай. Северный Казах бірнеше жыл бойы Қазақстанды жамандап жүрді, және сепаратизмнің белгілері, сөздерінде сепаратизмнің белгілері көп болды. Және ол кәдімгідей сол сөздер үшін, жүргізіп жатқан блоктар үшін Ресейден ақша алып жүрді. Өзі де допростарда осыны дәлел айтып дәлелдеді. Кәдімгідей оның жұмысы болды. Ал Аиданың Тимотиға қарсы бойкотқа шақыру, ол кәдімгі елімізді СВО-ды қолдайтын, соғысты қолдайтын артистерді Қазақстанға кіргізбеу туралы саясат, кіргізбеу туралы үрдіс. Өйткені Тимоти көп елдерде санкциядағы артист болғандықтан, және мысалға Украинада ол кәдімгі қылмыскер етіп аталынған.
оның кәдімгі уголовный істер ашылған ол жайлы. Сондықтан екі жағдайды бір-бірімен салыстыруға болмайды. Өйткені біреу кәдімгі сепаратизм белгілері және Қазақстанға қарсы іс-әрекеттер жүргізді, ал Аида СВО және қылмыскер СВО-ны қолдайтын және қылмыскер артисті Қазақстанға кіргізбеу туралы жұмыс жүргізді. Және оның айтқан сөздерінде түк 174-ке парақшаға келетіндей ондай сөздері болған жоқ. Бойкотқа шақыру және қылмыскерді елге кіргізбеу ол түкте қылмыстық іске жатпайды. Северный Қазақ ол Қазақстанға қарсы жұмыс жүргізді. Оны 4 жылға қамау меніңше бұл жеңіл жаза. Негізі бұл Северный Қазақ диверсиялық Қазақстанға қарсы диверсиялық жұмысты жүргізді деп соған келтіру керек еді. Өйткені бұл кәдімгідей жұмыс ретінде ол үшін ақша алды. Негізгі бізде сондай кімге қай артистерге Қазақстанға кіруге болмайды деген тізімді жасау керек. Кәдімгі СВО-ны ашық қолдаған, СВО-ны пропаганда жасаған, соғысты пропаганда жасаған артистерді Қазақстанға кіргізбеу керек. Өйткені бізде ондай не бар ғой, статья бар ғой, за пропаганду войны дегенді. Осы статьяны қолданып, СВО-ды қолдап жүрген, ашық оны пропаганда жасап жүрген артистерді Қазақстанға кіруге болмайтын тізімге кіргізіп, оларды кәдімгідей Қазақстанға кіргізбеу керек. Көп ондай бар. Бузова келді, Тимати келейін деп жатыр, Военга келейін деп жатыр, Стас Михайлов келген кезінде, Успенская келіп жүр казиноға. Успенская кәдімгідей қазақтарды кепсетіп, соны сөйлегені бар. Осындай артистердің тізімін жасап, оларды елге кіргізбеу керек. Сенбі шыққан соңғы жаңалық Астана Экспо 2017 компаниясының бұрынғы кеңесшісі Айдос Есполов ұсталды. Қазтаг дерек көзінің хабарлауынша, Астана Экспо 2017 басқарма төрағасының бұрынғы кеңесшісі Айдос Есполовты ұлттық қауіпсіздік комитеті антикор қызметі 2 күн бұрын Астанада ұстаған дейді. Айта кетейік, Айдос Есполов экс-президент Нұрсұлтан Назарбаевтың үшінші әйелі, яғни тоқалы Әсел Құрманбаеваның туған ағасы. Оның әкесі 20 жыл бойы Алматыдағы аграрлық университетті басқарған Тілектес Есполов. Еске салайық, бұған дейін Талғат Ермегияевтің бұрынғы орынбасары Мұрат Омаров ұлыс медиаға берген сұхбатында Экспо нысандарын салу барысында мердігерлерді Айдос Есполов таңдағанын, сондай-ақ қылмыстық іс аясында экс-бас прокурор Қожамжаровтың рөлі мен экс-президент Нұрсұлтан Назарбаевтың жеке мүдделері туралы ашық айтқан еді. Экспо ісі бойынша Мұрат Омаров түрмеде 5 жыл отырып шыққан, ал Экспо басшысы болған Талғат Ермегияев 10 жыл болды түрмеде отыр. Ол кінәсін мойындамады, Назарбаевтан кешірім сұрап, биліктен қайырым тілемеді. Ал тергеу істерін жүргізген Қожамжаровтар, мысалы, Айдос Есполовқа сол кезде бірде-бір сұрақ та қоймаған. Енді міне 10 жыл өте келе іс қайта қарастырылса керек. Тағы да спектакль бола ма, әлде шынайы сот бола ма, оны көре жатамыз. Ардақты ағайын, аптадағы айтарымыз осы. Ұлыс медианың әлеуметтік желілердегі парақшаларына жазылып қойыңыздар. Маңызды оқиғаларыңызды, айтар мәселелеріңізді біздің WhatsApp нөмірге жолдаңыздар. Амандықта жүздескенше.